Бұл жолбарыс орманның әміршісі. Ол өз денесінің түсін пайдаланып, айналаға білінбей сіңісіп кете алады. Сол себепті оны ұстау өте қиын. Ол өте ширақ, ақылды әрі қатыгез. Ол ақырын ырылдағанда дауысы мысыққа ұқсайды. Бірақ шын ниеттенгенде оның ақыруы соншалықты күшті, бүкіл орманды жаңғыртырады. Басқа жануарлар бұл ақырған дауысты естігенде зәре-құты қалмай қорқады. Мұнда аңшы мен оның пілі көрінеді. Аңшы бұл жолбарысты табу үшін пілді пайдаланады. Ол пілдің үстінде мылтығымен дайын отыр. Бұл піл жолбарыстың қайда екенін ескеу арқылы табу қабілетіне ие. Тіпті қиын әрі тік жерлерден өту керек болса да, піл оның бәрін еңсере алады. Кенет олар кейбір іздерді табады. Піл жолбарысқа тиесілі іздерді бірден ажырата алады. Ол жолбарыстың нақты қай жерде екенін көрсете алады. Аңшы жерге түсіп кеткен мылтығын алмақшы болады. Бірақ кенет алдынан жолбарыс шыға келеді. Ол қатты қорқады. Піл де дәл солай сескеніп, бірден тығылып қалады. Осы кезде аңшыны төменде жолбарыс бірден ұстап алады. Аңшы қашқысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Ол жолбарыстың інінде қамалып қалады. Жолбарыс оны қуыршақ сияқты ойнатады. Жасырын қашуға тырысқанымен бұл мүмкін емес. Өйткені жолбарыс әлде қайда күшті. Енді жолбарыс аңшыны аяқтарымен қысып тастаған. Онымен доп сияқты ойнайды. Аңшыны теуіп жібереді. Содан кейін жүгіріп келіп, екпінмен секіріп, аңшының үстіне бірақ түседі. Бұл қимыл Смэкдаун бағдарламасындағы әдістерге ұқсайды. Жолбарыс енді аңшының аяқ киімін жұлып алып, шайнай бастайды. Ол оған өте дәмді тағам сияқты көрінеді. Аңшы оның құйрығын байлап тастаған. Жолбарыс аңшының табанын жалай бастайды. Бұл жағдай аңшыға ыңғайсыздық тудырып, оны күлдіреді. Бірақ аңшының ойына кенет бір идея келеді. Ол жолбарыстың аяғын күйдірмекші болады. От жағылғанда жолбарыс ыстықты сезіп, зәресі ұшады да бірден секіріп кетеді. Аңшы осы кезде қашып үлгереді. Ал жолбарыс әлі де ыстықтың әсерінде болады. Аңшы мылтығын алмақ болғанда, жолбарыс оны тағы да ұстап алады. Екеуі сол жерде айналып жүргенде мылтық атылып кетеді. Енді аңшының мылтығы бұзылды. Екеуі де ауаға ұшады. Содан кейін жүгіруге дайындалады. Жолбарыс өте жылдам жүгіреді. Аңшы да дәл солай жылдам қашады. Бір сәтте жолбарыс қате бағытқа кетіп қалады да, аңшы орманның ішіне қойып кетеді. Енді екеуі де қалың орманның ішінде жүгіріп жүр. Кейін биік шөптің арасында шыр айналып қашады. Шөп сондай қалың. Олар бір-бірін әрең көреді. Жолбарыс аңшыны жұтып жібереді. Бірақ аңшы қайтадан сыртқа шығып үлгереді. Жолбарыс дереу оның соңына түседі. Сосын өте үлкен жартастың айналасында жүгіреді. Аңшы алдымен шаршайды. Жолбарыс та шамадан тыс жылдамдықтан шаршай бастайды. Бір сәт тоқтап, бір-біріне таңырқап қарап қалады да, қуаласпақты қайта бастайды. Сөйтсе, ол үлкен жартас шын мәнінде піл екен. Жолбарыс ағашқа оратылып қалғандай көрінеді. Содан кейін бәрі барып пілге соғылады. Жолбарыс пілдің үстіне шығады да, піл зымырап жүгіре жөнеледі. Аңшы құлап қалады. Бірақ жолбарыс одан озып кетеді. Жолбарыс кенет шұғыл тежейді де, оның денесіндегі жолаштары орнынан сырғып кетеді. Аңшы қайтадан пілдің үстіне шықпақ болады. Бірақ ағашқа ілініп қалады. Бәрі үрейленіп, оңға солға жүгіреді. Кімді ұстау керек екенін білмейді. Піл мен аңшы сатымен жоғары шығады. Ал жолбарыс оларға жете алмайды. Кенет піл құлап, жолбарыс оның астында қалады. Піл сондай үлкен әрі ауыр, жолбарыс таңғалып қалады. Өйткені оның денесіндегі жолақтары жоғалып кеткен. Ең қызығы, жолбарыстың жолақтары пілдің денесіне жабысып қалыпты. О, құдайым! Иә,